Уйықтай бер, короче, дегенсіз. Ал бұл кім басы? Ришка Садоня. Көрем? Можно? Не дали? Анай! Бәріңізге сәлем, менің атым Дана, бұл менің әпкем. Бүгін біз күшті бір видео түсірдік. Бұл видеода біз Pinterest'тен алынған видеоларды қайталайтын боламыз. Сол өте оңай, ондай қиын болмайды олар. Так что, приятного просмотра. Бірінші фотода біз істегеніміз азанмен тұрып, пиконы оятып, қан ішіп. Айтпа. Ұйықтай бер, короче, дегенсіз. Сөйтіп тұрғызып, бұл ше тұрмай қойды, сондықтан оның кроваттан жасайық бірінші фотоны деп. Басынан төсектен бастайық. Төсек деген қазақша жаман естіледі, кровать дейікші. Бірінші істеңіз, бұл өте оңай фотолардың бірі шығар. Моментально. Иә, моментально. Мен бұл фотоға примерно 10-нан 5 берем менде. Екінші фото. Екінші фотода уже біз кішкене improvisation болып, вот, кішкене дайындалып, ұйқымызды ашып, түстік. Шарим далада. Апа сен даладым. Есі фотоны жасайын өтірік. Аға, есі түспе, өзін түрі әлемеді. Қатыс. Бізде тұру көрік шамда әлем бұп. Самайсың атып. Маған екі түшін берсе. Ой, бұл түшін. Давай. Ал бұл кім басады? Деміз онда. Ой. Свободный руки дейміз. Бұл видео көтеді ғой. Мен примерно бұл неге... Мен берем 10-нан 8. 10-нан 6 берем. Прям оңай фотолардың бірі ең қиыны алда деп. Келесі фотода полный ужас деймін. Короче, біз, как всегда, кім біз түсіреді? Төбеден осы фотоны. Иә, осы фотоны қайталаймыз деп ойладық. Қиналып. Сол штативтен істедік. Басқа ешкім болған жоқ біз түсіретін. Иә, то, что труд оценивайте, подписывайтесь. Это ж труд. Бұқта, прям ең қиыны осы болған шығар. Еще тағы бір фото. Ең соңында. Иә, ең соңында. Ол фотоны істейтін кезде бізде, как всегда, ойнап, бастамай тұрып, төбелесіп те алдық. Ойнап та енді. Можно? Не дали? Короче, секунду вам и 7 секунд. Что оценивай пико? Маған онша ұнаған жоқ, мен бір 6-ма или 5-па берем. Результатын нақ қойып қоям, кстати. Мен примерно болған енді бұл труд қой. Не дегенмен оның 8 берем. Төртінші фотода біз, как обычно, ойладық. Бізде цветной бірдей кофта, кстати, оцените, да? Оңай болды негізі тоже. Бірақ кішкене әдемірек шықты, азанға қарағанда отличиясыз, да? Давай пико. Ты горишь, как огонь, у меня
Андай тренд болып отыр ғой, типа бүйтетінше. Sonra бітеміз. Қалмас тут. Көт. Қазір бітеміз сразу. Сайт үш мен болғанын түстік. Өшірме. Түр. Күшті оператор екенсің. Базар жоқ. Бетіме жабыстырды. Так, бұл фотода то же самое. Но мен бұл фотоға анаған қарағанда көп берем мен. Менде, конечно. 9. Ondan 9 берем. Sen? И рөлдер таксида неште болады. Неште. Еще біз оның алдында тағы құттырдық. О, келесі фото самый интересный и қиын. Короче, келесі фотода бізде оңай болған жоқ. Келесі фотода біз штативті басқа комнатаға апарып, бір-бірімізді көтердік. Қалай болғанын көресіз. Иә, қалай болғанын көресіздер. Кеттік, тек құрсан. Тек. Әділет аға. Нағынысыз бірсем ренжімеңіз. Қалай тұртып келді. Қалай ұстау керек енді білмейсің ғой. Үсімен тек. Не айтам. Буль. Дұрылып мен қотсым. Афиға басасың. Алыстан болыш. 10 секундта көтермей жатпас көрсетеді. Слишком интересно. Давай поставимся. Видели, да? Колокотом видно? Белим. Конечно, сейчас да, вот будем ломать. Стол. İstediğin seçimsin. Belimde muşu. Biz наконец-то болды. Бұйықтама страшно қимал. 10 минутта видео шықты. Прям бар ғой. Оннан 10 бермесек болмайды. Иә, бұнан 10 бермесек енді. 1000 рет істедік. Енді міне результат. Оценкасы, конечно же, оннан 10 берем. Ondan mı verim? Енді последний фото. Келесі фотоны жасайын отырық. Короче, біз келдік бүтіп шашымыз бітіп болып, сон жөндеуге келдік. Жақсы көрем ғой сен, жақсы көрем. Не десең, жақсы көрем. Десе. Сонай. Сонай 2 десе. Сонай. Издеш. Сонай. Разница бар ма несі? Бітеміз ғой. Өстіп киіп аламыз басымызға. Өстіп түсеміз қазір ванныйда. Ванныйдікі ең оңайлышыр. Аха тебе депші. Короче, біз уже ең соңғысына келдік. Басымызбен ванныймен істейміз. Менікі, короче, көк, розовый болды. Ал пиконыкі, розовый и көк. Короче, түсіндіңіздер, да? Ойбай, давай включить просто. Что, біз не үшін көкпен? Не істейік дейсің ондай болса?
Енді орамалмен түскен соңғы фото, ол қызық. Тоже 10-нан 10 берем. Конечно же, 10-нан 10 берем. Самый оңай. Аласың да айнаға тұрасың. И все. Дайын фото. Вот, короче, оценивайте. Қайсы сіздерге бұл фотолардан қатты ұнады. Обязательно комментарий жазып кетіңіздер, потому что бізге прям это поддержка. Вот. Особенно саған. Особенно маған. Мен қақылдап Жанымды қоймады. Сыр деп. Бір апта болған қақсып жүргеніме. И то бүгін түсірмейміз деп ойлағам. Пиконы азаң мен қинадым мен. Пиконы қинағаным үшін. Вот. Так что лайк басып, подписаться етіп, Пиконың инстаграмына подписаться етіп ұмытпаймыз. Негізі мені білген адамдар сен де біледі. Сөйтіп сізге ең қатты ұнаған фотоны обязательно жазып кетеміз. Так что келесі видеода Пикомен көп түскенімді қаласаңыздар, просто комментарий жазып кетіңіздер. Пикомен видео түсіріңдер. Сосын өз ақ түсіріңдер. Так что келесі видеода кездескенше.